2026 жылы үй алғың келсе, осы техниканы жасашы. Себебі именно осы техникадан кейін менің бірнеше клиентім, біреуі 20 күнге жетпей, біреуі 3 айдың ішінде, біреуі 6 айдың ішінде үйлі болды. Біз көбінде ойлаймыз ғой, бір материальный бір нәрселерге жету үшін, табыстан өсу үшін, үй, машина алу үшін, жалпы өмірді өзгерту үшін өте қиын жұмыс жасау керек деп. Бірақ дәл қазір сіз осы жерде менің парақшамда отырсаңыз, онда сіз олардың қатарынан емес, сіз уже өзіңізбен жұмыс жасап жүрген адамсыз. Яғни, кез келген нәрсені өзгертуге болады, мышлениені өзгертіп, бірақ та қазіргі скачок деген шықты ғой. Қазіргі хит, кванттық скачок арқылы біз өте көп жұмыс жасамай, өте көп проработкалар жасамай, ата-ананы, ата-бабаны проработка жасамай-ақ, дәл қазір состояниені өзгерту арқылы біз қалағанымызға жете аламыз. Состояние дегеннің өзі не? Көбісінде осы нәрсені түсінбей жатады да. Менің көп клиенттерім бар, состоянием көтеремін деп, ол мекен ханым, мен үнемі күліп жүрем, үнемі қуануға тырысып жүрем, ол өтірік нәрсе. Сен ол жерде сенің жараң бар, бетін лейкопластырмен жауып қойып, сен сол нәрсені ұмытып, өтірік қуанып жүргенмен, ол сенің состояниең өзгермейді. Бізде қашан состояние өзгереді? Ол біз өзімізді басқа деңгейге өткізгенде. Бұның 3 этапы бар, қалай жұмыс жасау керек. Бірінші, ол сенің ойларың, басыңдағы программаларың. Когда сен осы нәрсені таныған кезде, мысалға біз білмейтін нәрсені біз өзгерте алмаймыз. Біз қашан өзімізде қандай программа бар, соны көреміз, соны өзгертеміз, ауыстырамыз, яғни восприятие дейді ғой, біздің қабылдауымыз, әлемді, өмірді, біздің көбінде қабылдауымыз мынандай болып кетті да. Үй алу үшін өте көп жұмыс жасау керек. Үй алу үшін немесе бір 10 жыл, 15 жылға ипотекалы болу керек деген сияқты. Мысалға, менің Жазира деген қызым Астанадан армандаған квартирасын 3 айдың ішінде алған болатын. Бұл кісінің айлығы 600 мың теңге, яғни қарапайым мұғалім. Бұл кісіге айтсаң да, мысалға, кез келгеніңізге қазір кеп айтсақ, сен осылай состояниеңді өзгерту арқылы скачок жасап үйлі бола аласың десек, ешкім сенбейді. Сенбейді емес, ми сендірмейді. Это невозможно деп тұрады. Қалай ол? Просто оған повезло, оның жолы болады, бірақ менікі емес деген сияқты. Бірақ та сен состояниемен жұмыс жасаған кезде, яғни мен қазір айтатын 3 этаппен өткен кезде, сен қалаған нәрсені өте тез, өте қысқа уақытта өзіңе ала аласың. Яғни Жазира клиентім сияқты. Ол бірінші жаңа айтып кеткен программада. Программалар танып, оны өзгерту. Сен қазір ойлайсың ба, үй алу өте қиын деп, именно осы программаңмен жұмыс жасау керек. Үй алу өте қиын деп, сен дәл қазір саған келетін үйдің өзін алыстатып тұрсың да, қиындатып тұрсың. Басыңдағы сол программа арқылы. Екінші нәрсе, ол сенің эмоцияларың. Сенің денең іште, сен сезесің ба, сол үйдің дәл қазір сенікі болуы возможно екен. Сол деңгейде өмір сүре алатыныңа, дәл қазір үйлі болып, қалаған үйіңде, қалаған квартираңда рахаттанып, бала шағаңмен, отбасыңмен көңілді, қуанышты отыра алатыныңа сене аласың ба? Дәл қазір сенің денең сене ма, сезіне ма? Осы екінші этап. Үшінші этап, көбінде өсіп кету кезінде, өмірді өзгертіп кету, басқа деңгейге шығу кезінде, бұл жерде мына нәрсе көмектеседі. Яғни идентичность деген нәрсе бар. Біз басқа идентичностьқа өтеміз. Мысалға, қазір сен 300 мың теңге тауып жүрген болсаң, сен 3 миллион теңге табуға жету үшін сен мына материальный әлемде өте көп жұмыс жасауың керек. Басында программалармен ата-ананы проработка жасайтын, өзіңді, самооценкаңды, сценарийларды, қорқыныштарыңды, потом только мынаған жете аласың, Оның өзіне біраз уақыт керек. Потому что мен уже біраз жыл психологияда жүрмін, психотерапияда жүрмін, и мен білем да, қарапайым бір ғана біреуге деген ренішті өзгерту үшін обычный психотерапияда 3 жыл, 4 жыл керек болады. Сен ішіңдегі блоктарды, травмаларыңды проработка жасап өту үшін 4 жыл, 5 жыл керек болады. Ал мына жерде скачок. Не үшін скачок? Сен дәл қазір состояниеңді өзгерту арқылы, ішкі күйіңді, идентичностіңді өзгерту арқылы, сен қалаған нәрсеңе дәл қазір жете аласың. Және бұл өте возможно нәрсе. Менде уже өте көп клиенттер бар, өте мықты результат алып жүрген. 2 аптаның ішінде 28 миллион теңге тапқан, үй алған, машина алған, табысын көтеріп жатқан, ақша потогын ашқан, просто так басқа салада жүріп, осы скачок техникалары арқылы бірден өзінің профессиясын өзгертіп, басқа саладан уже миллион, миллион жарым, 3 миллионға жеткен менің өзімнің психолог оқушыларым бар. Дәл сол сияқты сен де, когда осы 3 этаппен өткен кезде, сенің де өмірің
өзің танымастай, өзіңнің миың сенбейтіндей өзгеретін болады. Себебі бұл программа емес, бұл скачок, яғни кванттық физика заңдылықтары.